Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге машпалау деген тағамның мәзірін ұсынбақпын. Ол үшін бізге жарты жуа, бір дана сәбіз және де бір кесе машқа мен 2 кесе күріш қосамын. Мен бұл тамақты етсіз дайындаймын, сондықтан еттің орнына жұмыртқаны қайнатып аламын. Ал ендеше менімен бірге болыңыздар. Жуамызды осылай турап аласыздар. Қатты майда емес, қатты ірі емес, орташа пішінде. Және де сәбізімізді де дәл палауға арналған сәбіз емес, кәдімгі орташа пішіндегі соломка тәріздес етіп турап аласыздар. Үш дана жұмыртқамызды суда 15-20 минут аралығында қайнатып пісіріп аламыз. Табамызды қыздырып, майымызды құйып, жуамыз бен сәбізімізді қуыруға кірісеміз. Дәміңізге қарай тұзыңызды, приправаларыңызды қосасыздар. Жақсылап қуырғаннан кейін машыңызды жуып, оны да қосып, тым көп қуырмайсыздар. Кішкене ғана майға тигізіп, бетіне су құямыз. Суымыздың мөлшеріне келетін болсақ, сіз қосып жатқан машыңыз бен күрішіңіз қанша кесе, соған 1 кесе артық су құясыздар. Яғни мен 1 кесе маш және де 2 кесе күріш қостым, сондықтан мен 4 кесе құйдым. Машымызды 15 минут пісіресіздер, 15 минуттан кейін күрішіңізді салып 10 минут пісіріп аламыз. Жұмыртқамыз қайнады. Енді қайнаған суын төгіп, мұздай суға сап қоямыз. Ал ендеше тағамымыз дайын. Тарелкаңызды дайындап, тағамыңызды салып, жұмыртқаларыңызды турап, жан-жағын әсемдеп, дастарханның үстіне қойсаңыз болады. Ал ендеше ас болсын. Менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.